Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Жанат. Бүгін осындай хачапури дайындаймыз. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бірінші қамырымызды дайындап алайық. Жылы суымызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант саламыз, араластырамыз. Одан кейін ашытқымызды саламыз. Ашытқымызды жаймен араластырамыз. Бетін жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осылай біздің ашытқымыз көтеріліп, ашиды. Одан кейін жаңағы қамырымызға ашытқымызды құямыз. Қамырымызды бірінші шанышқымен араластырып, суымыздың барлығын құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін 1 қасық май құйып, қамырымызды жақсылап қайтадан елейміз. Одан кейін қамырымыз қолға жабыспайтындай болып дайын болады. Сосын тағы да бетіне май құйып жағып шығамыз. Сосын қамырымыздың бетін жауып ашытамыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Осындай сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын ғана саламыз. Сарысын бөлек ыдысқа салып қойсаңыздар, жаңағы хачапури піскеннен кейін бетіне қойып жіберсеңіздер болады. Осылай сарысымен ағын бөліп аламыз. Сосын кішкене су құямыз және де ұн саламыз. Сонымен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біздің қамырымыз ашыған соң, қамырымыздың жаңағы томбайып тұрғанын құртып алмай 2-ге бөлеміз. Сосын қатты мұжбай жаямыз. Қамырымызды кішкене сопақша етіп жаямыз. Жайып болғаннан кейін бетіне жаңағы сырларымызды салып шығамыз. Сосын видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Екі шетін жақсылап бекітіңіздер, әйтпесе ашылып кетеді. Ортасына да сырымызды салып, 180 градусқа пешімізге жібереміз. Одан кейін пісіп шыққан соң, кішкене сары болып піскен кезде ортасына жұмыртқа салып, тағы да пешімізге саламыз. Сосын біздің хачапурimiz піседі осылай. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса маған лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.